7-20-25 бағдарламасының лимиті өсті. Яғни жалпақтың айтатын болсақ, бұрын сіз максималды 25 миллионға дейін ғана үйді таба алатын болсаңыз, қазіргі таңда ол 25 миллион теңгені 30 миллионға көбейтті. Яғни сіз 30 миллионның үйіңізде аласыз, яғни алғашқы 6 миллион теңге болу керек, 20%, 30 миллионға дейін үйді аласыз. Бірақ енді ол бүкіл қалаға болмайды, тек қана белгілі бір қалаларға. Ол Астана, Алматы, Шымкент қалалары және Ақтау, Атырау қалалары тізімге кірді. Ал қалған региондардың барлығында бұрын 15 миллион еді, оны 20 миллионға көтерді. Енді достар, бір жағынан қарасақ, ол қуанышты хабар, керемет, вау, жақсы болды. Бірақ өздеріңіз білесіздер, лимит оған бөлінетін қаражат деп айтайықшы, 100 миллиард деп жылына. Егер осы 100 миллиардты көтермеген болатын болса, бұл шынымды айтсам меніңше қуанышты хабар емес. Неге? Өйткені алатын азаматтардың санының азайып қалуына әкеледі бұл. Яғни сіз 100 миллиардқа енді 30 миллиондық үйлердің саны аз болып қалады. Сондықтан бұл да бір екі жақты жағдай болып тұр. Менің жеке пікірім. Егер 100 миллиардты көтерсе, онда бұл қуанышты жағдай болады. Сол себепті Астана, Алматы, Шымкент қаласы, Атырау, Ақтау қаласының азаматтары 7-25 пен тезірек алуға үлгеріңіздер достар. Лимит шықты деген кезде бірден барып заявка беруге тырысыңыздар. Яғни алдын ала төлем қабілеттеріңізді растап дайындалуға болады. Оның барлығына біздің компанияның қызметкерлері сіздерге көмектесетін болады. Номерге хабарлассаңыздар болады.